Қыздар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Гүлімәшім. Арнаға қош келдіңіз. Енді ғана қосылып қараған болсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыз. Егер бұл өнер қызықтырса, сізді тоқу қызықтыратын болса, арнаға жазылып алып қараңыз. ютубта түрлі ай сайын, жыл сайын заңдар шығып өзгеріп жатады. Бір-бірімізді жоғалтып алмау үшін міндетті түрде жазылып алып, мені қарасаңыз жақсы болады. Алдыңғы влогты сәлемдеме ашып, мен жіптерді көрсеткен болатынмын. Қараған болсаңыз, сіздер біліп тұрсыздар. Мен осындай этно-шоппер тоқимын деп жіп алған болатынмын. Міне шопперімнің бір жақ бөлігін мен тоқып қойдым. Қыздар, егер мен тоқитын болсам, камера қосуды ұмытып кетемін. Камера қоссам тоқуым жайынша қалады. Мен тек қана бір жұмысты ғана тыныш отырып істегенді жақсы көрем. Осы бір жақ бөлігін мінекей дайын болды. Сіздерге қосылып, осылай бейнежазбаға түсіріп, бір 4-5 минут көрсетіп, ақпарат беріп, сіздермен осылай жүздесіп қояйын дедім. Енді тағы бір екінші жақ бөлігін тоқимын осылай. Мына жерде менің ең сүйікті оюым қарлығаш оюы. Осы жолғы шоппердің түрін осындай оюмен тоқығым келді. Қараңыздар, қыздар. Мен сіздерге оюдың сызбасын қалай жасау керектігінде осы YouTube арнама салып қойғам, қыздар. Алдыңғы салынған бейнежазбаларды осы менің YouTube арнама кіріп қарасаңыздар табасыздар. Тақырыбы солай жазылып тұр. Тоқу үшін ою сызбасын дайындау деп. Сіздер де өздеріңіз қалаған оюдың сызбасын жасап тоқи аласыздар, қыздар. Менен көбінесе қыздар WhatsApp-ма жекеме жазып шығып жатады. Қандай оюдың түрлерін сатасыз, сызбаларын деп. Мен ою сызбаларын жасап сатпаймын, қыздар. Сіздер өздеріңіз жасап тоқысын деп бейнежазбаны салып қойған болатынмын. Оюдың сызбасын жасаудың бір түрі ол. Қаншама түрлері бар, оны жасаудың жолдары бар. Мен сіздерге ең оңай қолымыздағы бар телефон арқылы жасай алатын бір түрін салып қойдым. Соны пайдаланып, сіздер де түрлі оюлардың сызбасын өздеріңіз жасап, осылай тоқи аласыздар бұйымдарыңызға қосып. Қараңыздар, қыздар, мен өзімнің шеберлік сабағымды қарамадым. Менің қолым жаттап алған екен. Бірталай уақыт болды мен тоқыманы тоқымай кеткеніме. Кеше мен кешке жақын тоқыдым. Жалғасын таңертең тұрып аяқтадым. Мінекей, бұл жерде ұстайтын жері өте әдемі болып бір жақ жаны осылай аяқталды. Енді мен екіншісін қазір жалғастырып тоқимын. Бір жақ жанына сонда менде бір күнім кетті деп есептеледі ғой. Қатты жіп болғандықтан қолым ауырып қалыпты менің. Ұзақ тоқымаған жағдайда сондай болады. Ондай жағдайда қолға түрлі жаттығулар жасап, жақпамай жағып, түрлі массаждар жасау керек қолға. Білекке жасау керек. Енді тоқып үйренген қыздар маған жазып жататын, қолымыз ауырып қалды, жылап жатырмыз. Білмек бізді ұстағымыз келмейді, қолымыз ауырады ұстасақ деп. Сол сияқты менде ұзақ уақыт тоқымағаннан кейін менің де қолым ауырып қалды. Негізі мен қолым өзі ұлдардың қолы сияқты болғанымен пішіні өте терім нәзік, менің мынандай қатты жіптерге төзімсіз, ойылып қалады, қызарып шыға келеді. Сондықтан да мен үлкен кілемдерді тоқымаймын. Өткенде маған бір кілемді тоқуға тапсырыс түскен болатын, бірақ мен бас тарттым, өйткені мен ұзақ, ондай қалың, үлкен өлшемді ілмек іздермен жұмыс істеп, ондай қатты жіптермен жұмыс істеу маған қиынырақ соғады. Мүмкін алдағы уақытта тоқи алатын шығармын. Дәл қазіргі уақытта өзімді олай қинап, кілем тоқығым келмейді. Осындай оюдың әдемі түрін келтіріп тоқығаныңыз ұнайды, маған осындай бір әдемі кілем тоқып берсеңіз деп айтқан болатын, оюларын салып. Сізге көп рахмет, бірақ та кілем тоқитын өте көп қыздар бар. Өздері нәзік, кішкентай, бірақ үлкен дегенде өлшемдері үлкен кілемдерді тоқып жатқан қыздарды мен TikTokта, Instagramда көремін. Соларға жүгінсеңіз болады деп айттым. Мен өкінішке орай әзірге үлкен кілемдер тоқуға дайын емеспін. Әзірше осындай сөмке дорбаларды ою салып тоқығанымда маған жеткілікті. Өйткені қолдарым менің қызарып, мындай жіп өтетін жерлері қызарып ойылып шыға келеді. Қолым төзімді емес менің. Сондықтан солай деп жауап қайтардым. Мен 5 минут болыпты міне сөйлеп тұрғаныма тоқтаусыз. Тура сол шеберлік сабақтағыдай, егер ұнаса, міне
түрлі оюларыңыздың сызбасын дайындап аласыз да осылай әдемі сөмкелерді тоқи бересіз. Тура сол шеберлік сабақтағыдай қайталап тоқисыз. Шеберлік сабақтағы ілмектің санын үлкейтіп, үлкенірек шоппер тоқығыңыз келсе, оны да өлшемін өзгертсеңіз болады. Биіктігінің қатарында өзгертсеңіз болады, біраз көлемдірек шоппер болсын десеңіз. Осы екі түсті үйлестіріп осылай тоқып жатырмын қыздар. Тағы да мына жерде нақты түсін беріп тұрған жоқ. Өйткені күн біресе бұлттап, біресе күн шығып, бүгін ауа райы бұзылып тұр. Бүгін шілде айының 8-і. Мен енді қазір отырып, сағат 5-тен кетті, 6:06 кешкі. Енді біраз ұйықтағанға дейін осының екінші жақ бөлігін осы ою аяқталғанға дейін тоқып бітіретін шығармын. Келесі жартысын ертең аяқтап тоқып, одан кейін біріктіретін боламын қыздар. Тоқу барысын енді көрсетпеймін, өйткені бұл шеберлік сабақ толықтай бастан аяқ қалай тоқылатынын көрсеткен шеберлік сабақ бар ғой. Бұл жерде ою өзгеше және жіптердің түсі өзгеше. Сол ғана, әйтпесе барлық тоқылу техникасы, барлығы сол шеберлік сабақта бастан аяқ көрсетілген. Қыздар, мінекей мына жерде жүгірмелі, жылжымалы жолақ шығады сіздерге. Сол жерден басып, егер таба алмай жүрген болсаңыз, осы жерден міне жолаққа кіріп, шеберлік сабақты бастан аяқ қарап осылай әдемі шопперді менімен бірге тоқи аласыздар. Қыздар, мінекей мен толықтай аяқтап болдым. Етна шопперді осылай болып шықты. Мына жерде енді бауының шетіне әдемі дөңгелектеніп тұратын бүйімді тағамын. Сонымен әдемі болып толықтай аяқталады. 2 күн уақытым кетті. Қолдарым қызарып, әбден ауырып қалды. Қатты жіпке тоқыған біраз ыңғайсыз. Негізі қолғап киіп те тоқып жатады ғой, қыздар. Осындай қатты жіппен кілем тоққанда, тағы да түрлі отыратын әпкеншектердің түрлерін тоқыған кезде, қыздар қолғап киіп жатады. Мен олай кимедім. Сондықтан да қолыма біраз салмақ түсіп, терім тесіліп қала жаздады. Ішіне дүниелерді салып, мінекей жағы да осылай. Бұған астар тігіп жүрудің қажеті жоқ. Осылай өзі әдемі. Жұмыс осымен аяқталды қыздар. Енді қалай тоқылатынын қосылып көрсетіп отырудың қажеті жоқ. Сіздер де ренжімеңіздер, неге көрсетпедің деп. Бұның барлығы тағы да айтамын, шеберлік сабақта нақтылап көрсетілген. Кілем тоқитын қыздарға басымды идім, өйткені кілем тоқыған кезде бұдан да қалыңдау жіппен, қатты жіппен жұмыс жасайды. Тиісінше үлкен ілмек бізді қолданады. Сондықтан бұл біраз оңай жұмыс емес, қыздар, осылай тоқу. Жіптен осындай әдемі бір бүйімді шығару деген, ол үлкен еңбекті уақытты талап етеді. Бұның жіптің өзінің шығыны 5000 көлемінде болды. Өткенде көрсеткенмін жіп келген кезде. Осындай этно шопперлерді, мысалы, қыздар менен тоқып үйреніп жүр, ол қыздар сатады. Сатқан кезде сіздер, мысалы, бағасын қалай қоямын деген сұрақтар көп келіп жатады. 3000 теңгеге сатсам бола ма деп. Кейбір қыздар қарапайым кәдімгі киім тоқитын жіптермен де тоқып жатады. Ол енді созылмалы болып кетеді ғой. Олай да ұстауға болады. Бірақ осындай біраз қаттырақ, төзімдірек болса, мынаны енді қанша ары бері лақтырып жүріп ұстасаңыз да тоза қоймайды. От жағып өртеп жібермесеңіз. Бірнеше жыл тіпті тозбай ұстайтын боласыз осылай. Содан қыздар, тағы да айтатын нәрсе, бұл екі жақ бөлігін тоқып алғаннан кейін булап үтіктеу керек. Үтіктегенде ыстық үтікті басып қалмаңыздар, өйткені тура осы жіппен тоқысаңыздар, бұл күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде үстіне төсеніш қойып, сулап барып үтіктесеңіз болады, немесе булауыңызға болады, Осы жағын ескеріңіз. Үтіктеймін деп күйдіріп алып жүрмеңіз қаншама еңбегіңізді. Содан кейін тағы да маған WhatsApp-қа келетін тағы бір сұрақ, осындай менің шеберлік сабағым бойынша тоқыдым, енді оның бағасын қалай шығарамын деген сұраққа мен осы жерде толықтай жауап бергім келеді.
Енді қараңыз, бұл шопперге кеткен жіптің шығыны 5000 теңгені құраса, сіз міндетті түрде оны шығару керексіз. Бірінші жіптің ақшасы қосылды 5000 теңге болып. Одан кейін сіздің кеткен уақытыңыз. Мысалы, менде 2 күн уақыт кетті. Бұны толықтай осылай тоқып шығару үшін сіз енді орта есеппен есептеңіз, сіздің бір күн тоқыма тоқығаныңыз қанша болады. Мысалы, мен 5000 деп есептесем, 5000, 2 күн тоқыдым, 15000 бірден бағасы шығып тұр, иә? Тағы да ары қарай осылай қоссаңыз болады. Өзіңіздің еңбегіңізді ешқандай қалдырмай толығымен бағалауыңыз керек. Бұның ішінде энергияңыз жатыр, сіздің күшіңіз жатыр, оған қосу керексіз. Одан кейін бұл сіздің ойыңыздан шығарылған бұйым болса, оны да ескеру керексіз. Бұл ерекше ғой, ешқай жерде бірнеше дана болып көшіріліп шығып жатқан жоқ. Тек қана сол адам қалаған адамға ғана тоқып бересіз, сол адамда ғана болады. Немесе өзіңіз сатсаңыз да бұл санаулы 1-2 дана ғана болады. Ол да ескеріледі. Оған да қосымша бағасының жоғары болуына бұл да септігін тигізеді, қыздар. Осылай түсіндіріп, өз-өзіңізге түсіндіріп, мойындасаңыз, сосын оның бағасын шығарып, анағұрлым қымбаттау қылып сатуға сіз өзіңіз дайын боласыз. Осылай, қыздар. Тоқылу техникасы да, әдемілігі, ұқыптылығы, сапалылығы, барлығына қарайсыздар, қыздар. Бұл енді жеке әрбір шебер өзінің жұмысын өзі бағалауы керек. Оған біреудің, мысалы, сатып алушы, тұтынушылардың оған әңгіме айтуға, оны қымбат деп айтуға қақысы жоқ. Өйткені ол шебер өзінің құнын біліп тұр, еңбегін біліп тұр, бағалап тұр. Ұнатып тұрса, көп сөйлемей алу керек. Әр туындым жан дүниемдегі шуы, гүлім әшім тоқиды жүрекпен, жылы сыйлап әрбір нәзік өрнекпен, арманыңды ешқашан тастама, бір үмітпен басталады бар жаңа. Гүлім әшім еңбекке сенеді, қол өнерден мың жүрекке дем береді, жақсылықты бірге тоқиық біз бүгін, махаббатпен нұрлансын әр күнің. Мысалы, сіз бұны 3000 теңгеге сата алмайсыз, өйткені жібінде ақтамай қалады, иә? Шұлықтың өзінің жібіне, мысалы, 1600 теңгеден аламын мен. Кейбір шұлықтарды тоқығанда 2 жіп бірдей кетеді. Үлкенірек, қонышы ұзынырақ болса, 2 жіп бірдей кетеді. Бір шұлықтың құны 3000 теңге болып кетеді, жібіне шығын. Сондықтан оны сол 3000 теңгеге, 1500 теңгеге сата алмаймын оны. Ол логикалық тұрғыда да белгілі, иә? Оған тағы да еңбек қосылады, оның сапасы қосылады, әдемі тоқылғандығы, қанша уақыт кеткендігі барлығы қосылады да, солай бағасы шығады, қыздар. Осылай жеткілікті етіп, тапсырыс беруші кісіге, тұтынушыға осылай нақтылап түсіндіріп айту керек. Қолөнер бұйымының Қарапайым жіптен ғажайып туады, сабыр еткен адамның бағы жанады. Бүгін үйрен, ертең өзгеге үлгі бол. Мінекей, қыздар, мен 2 күнде тоқып шыққан кезекті жұмысым осындай этношоппер болды. Сіздерге жұмыс нәтижесімен тағы да толықтай аяқталғандығын түсіріп көрсетіп қояйын дедім, және де бағасына қатысты қойылып жататын сұрақтарға осылай қысқаша өзімнің ойымды айтып өтейін дедім. Осы этношопперге байланысты. Менімен бірге тоқып жүрген қыздардың барлығына сәттілік, әдемі бұйымдарды тоқи беріңіздер. Тоқымаларыңызды сатып алушылар көп болсын. Күннен күнге түрлі тәжірибелер жинап, жаңа бұйымдар ойлап табыңыздар, осылай оюлармен өрнектеп тоқып. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі блогта шеберлік сабақтарда қосылғанша сау саламатта болыңыздар.